Қаңтар оқиғасының болғаны 3 жыл болды. Одан кейін Қазақстан қалай өзгерді деген сұраққа әркім өзінің бағасын беріп жатыр. Дәл солай қаңтар оқиғасында қандай жағдай орын алды? Бұл жақта қай тараптан қандай қателік кетті дегенге де әр адам өзінің сәйкесінше өзінің ойын білдіреді. Бірақ біздің бүгінгі айтатынымыз, біз әлі күнге дейін қаңтар оқиғасына бір дұрыс баға бере алмай жүрген сияқтымыз. Және де қаңтар оқиғасы мен желтоқсан оқиғасының қандай ұқсастығы бар? Дәл осы туралы айтамыз. Келістік. Сіздермен бірге қазақ профессорының ағасы бастамасы бар міндетті арнаға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарий өздеріңіздің ойларыңызды, адекватты ойларыңызды жазып кетіңіздер. Бұл қазақ профессорының ағасы, кеттік бастаймыз. Біріншіден, 86 жылды алайық. 1986 жыл. Дінмұхамед Қонаевты, біз ол кезде әлі тәуелсіз мемлекет емеспіз. КСР-ның одағында болдық. Қонаевты орнынан алып тастайды да орнына Колбинді алып келеді. Жастар қатты көтеріліс жасады. Яғни жастар бір ашуланып көтеріліске шығып кетті. Бірақ та бұл жерде мынандай нәрсе айтатын едім, Қонаевтың орнынан кетуі бұл адам эмоциясы жиналып ең соңында біреу оған бұқтап жіберсе, біреу ең соңында оған бір жаман сөз айтып жіберсе, ең соңғы шығаратын эмоциясы бар ғой. Дәл сол деп есептеймін. Яғни бұл жерде мен дегенде қалай мен есептеймін, әлі ол кезде болмаған, ол кезде тумаған да. Бірақ жаңағы сол көтеріліске шыққан жастардың айтуынша, олар яғни бұл жердегі бүкіл мәселелер негізінде тілге апарады, сол кездегі тұрмыс тіршіліктерге апарады, кемсітушілікке апарады, демократияның болмауынан апарады, иә. Дәл осындай нәрселерден тұрады. Ал Дінмұхамед Қонаев кеткеннен кейін жаңағы эмоцияның бүкіл жиналып ең соңында Дінмұхамед кеткен кезде шарикті жарып жіберген тиісте жатылады. Мына жерде іште жиналған бүкіл ашулану, бүкіл реніш, ыза дейтін нәрсе бүкіл жаңағы жері шығып кетеді. Бұл 86 жылы болған оқиға. Біз Қазақстан тәуелсіздік алдық. 91 жылдан бастап. 91 жылдан бастап 2005-2006 ақырындап келе жатты. 2005-2006-дан кейін нақты авторитарлы режим басталды. Авторитарлы жүйе басталды. Сол кезде Қазақтың президенті тұңғыш президент негізінде Әлихан Бөкейхан, тәуелсіз Қазақстанның кезіндегі тұңғыш президент, елбасы дейміз, сол кезде авторитарлы режимді құра бастады. 30 жылдай жүріп кетті. Түрлі азық-түліктің қымбаттауы, жаңағыдай бір ғана адамның жеке басына деген табынушылық, осының бүкіл тағы да жаңағы іштегі кірді жинап, әділетсіздіктер, жемқорлықтар жинап, дәл сол қаңтар оқиғасында шыққан болатын. Бұл жерде әрине сол жақтағы мұнайдың қымбаттауы ма, тағы газдың қымбаттауы дейтін сияқты тақырыптар болды, әрине азық-түліктің қымбаттауы. Бірақ негізгі мәселе, негізгі түп тамырымен келген кезде авторитарлы режимді құлату болды. Сол бүкіл 30 жыл бойы жиналған кірді сол жерде шығару. Бізде қаңтар оқиғасы болғаннан кейін айтатын негізгі ой, бізде бұл жерде террор болды дейді. Мен келісем, ішінде біраз адам болуы мүмкін. Митингқа шыққан кезде не үшін шығатынын білмейді. Адекватты емес, көздері бұлай болып тұрған, яғни тек қана адамды қазір өлтіру, сабау, бірдеңе жасау деген сияқты оймен ғана шығатындар бар. Бірақ негізі бұл мәселені орын алу себебі бұл авторитарлы режимді құлату болды. Авторитарлы Қазақстандағы әділетсіздікті жеңу болды. Дәл осы мәселеге қарсы шыққан болады. Ал біздегі қазіргі айтып жүретін нәрсе бұл террор дейді. Тура 86 оқиғамен байланыс жасаймыз, 86 жылы бұл оқиға болған кезде ол жерде айтады. Яғни желтоқсан оқиғасына шыққандар, бұлар халық жауы, бұлар үкіметті құлатуды көздеді деп айтады. Мемлекетімізді құлатуды көздеді деп. Қаңтар оқиғасында да дәл солай болды. Бұлар мемлекетімізді құлатуды көздеді, террорлар деген сияқты.
бірақ көрде тұрыңыздар, бұл бәрібір де өзінің бір тарих жеңіп шығады деген үміттеміз. Мына буын кетіп, қазіргі биліктегі ағаларымыз кеткеннен кейін 30 жылдан кейін ба, 20 жылдан кейін бе, 10-15 жылдан кейін бе, қаңтар оқиғасы да өзінің тура тиесілі бағасын алатын болады. Нақты қалай болды, не үшін болды деген сияқты тақырыптарды көздейді. Бұл енді бір саясаттың өзінің жасап жатқан заңдылығы. Бар болған айтқымыз келгені осы. Достар, пайдалы болса міндетті түрде лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге Қазақ профессор келесі видеода кездескенше.